Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге бауырдан жасалатын рулеттің рецептімен бөлісемін. Жалпы бауырдың ағзаға қандай пайдасы барын өздеріңіз де білесіздер. Өте дәмді болып шығады. Егер үйлеріңізде бауыр болатын болса, дәл осы рулетті жасап көріңіздер. Ең алдымен бауырды дайындап аламыз. Бауырдың сыртында өте жұқа пленка болады. Соны міндетті түрде барлығын шешіп алып тастаймыз. Ол өте оңай алынады. Және де ұсақ тесіктер, тамырлар сияқты болуы мүмкін. Соларды да міндетті түрде алып тастаймыз. Енді бауырды ұсақ бөліктерге бөліп алатын боламыз. Қазір блендердан немесе ет тартқыштан өткізген кезде ыңғайлы болу үшін осылай бөліп алғанымыз дұрыс болады. Бауырды турап дайындап алдым. Енді мен қазір блендердан өткіземін. Блендер болмаса, мясорубкадан 2 рет өткізіп алсаңыздар болады. Бауырды блендердан өткізіп алдым. Енді бізге қазір ұн қажет, сүт, қара бұрыш, тұз және де жұмыртқа қажет болады. Енді қазір біз құймақ жасайтын боламыз. Осы бауырға жұмыртқамызды қосамыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, мен 1 шай қасық тұз қосамын, және де жарты шай қасық қара бұрыш қосамын. Жақсылап біркелкі массаға айналғанша араластырамыз. Одан кейін сүтімізді құйып, сәл араластырып, ұнымызды салатын боламыз. Ұнды бірден салмаңыздар, азыздан сала отырып, яғни массамыздың қоюлығына байланысты тым қою болмау керек. Сондықтан да азыздан салып отырасыздар. Табамызды майлап, отқа қойып қыздырып, құймақтарымызды өте жұқа етіп пісіріп аламыз. Қалың болып кететін болса, ораған кезде ыңғайсыз болып, әдемі көрінбеуі мүмкін рулеттеріміз. Ортасына салатын начинкасын дайындаймыз. Пиязды майдалап турап алдым. Сәбізді теркадан өткізіп алдым. Енді екеуін бірге қосып, табамызға аздаған сұйық май құйып, дәміне қарай тұз бұрыш салып, қызарып жұмсарғанша қуырып алатын боламыз. Соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге майонез, чеснок және де 3 жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен осылай чесногымызды майдалап майонезімізге салып аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды араластыратын боламыз. Осымен біздің соусымыз дайын болды. Енді қазір рулеттерімізді жасауға кірісеміз. Рулеттерді жасау өте оңай. Құймағымыздың барлық бетіне соусты жеткілікті етіп жағып шығамыз. Одан кейін начинкасын сәбіз бен пиязымызды саламыз. Дәміне қарай укроп пен петрушка да қоссаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Мен қостым. Енді начинкасын салғаннан кейін рулеттерімізді шетінен бастап орап шығамыз. Өте дәмді болады. Барлығын осылай жасап шығатын боламыз.
Міне рулеттер дайын болды. Енді әдемілеп кесіп, өз қалауларыңызша дастарханға әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Менің балаларым бауырдың құр өзін жегенді ұнатпайды, сондықтан да үйде бауыр болған кезде осылай торт жасаймын, рулет жасап, осылай ғана жасасам жеп қояды. Бұл рулеттер өзіміздің отбасымызға кешкі асқа арналып жасалған болатын. Сіздер де осылай жасап қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Әртүрлі холодный закускалармен қойсаңыздар өте керемет үйлеседі және де өте дәмді көрінеді. Осылай жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Мен балаларыма осылай жасап бердім. Сонымен қатар менің каналымда бауырдан жасалатын торттың да рецебі бар. Міндетті түрде осы рецепттермен жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.